Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біздің қазақ тілінен екінші сабағымыз. Біз театр өнері мен мәдениеті бөліміне келген болатынбыз. Сабағымыздың тақырыбы театр, ұжымдық өнер. Сабағымыздың мақсаты тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Жоспар түрлерін естеріңе түсіріп кетейін. Жоспар мәтін мазмұнының ықшам, нақ әрі жүйелі берілген тірек негізі. Олар төртке бөлінеді: жай жоспар, күрделі жоспар, тезистік жоспар және сұраулы жоспар. Жай жоспар мәтіндегі маңызды бөлімдердің атауы. Күрделі жоспар мәтіндегі маңызды бөлім атаулары мағыналық компоненттерімен бірге ұсынылады. Тезистік жоспар мәтін бөлімдерінің тақырыпшалары мен азат жолдардың негізгі мазмұнына қатысты атаулар қамтылады. Сұраулы жоспар әр сауал мәтіннің ақпараттық бөлігін қамтиды. Осының ішіндегі бізге керегі тезистік жоспар. Қайталап оқиық. Тезистік жоспар мәтін бөлімдерінің тақырыпшалары мен азат жолдардың негізгі мазмұнына қатысты атаулар қамтылады. Жақсы, біздің тақырыбымыз театр, ұжымдық өнер. Жалпы театр дегеніміз сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль, түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын жай. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып, даму, өсіп-өркендеу жолы әрбір ұлттың, әр халықтың өмір тұрмысымен, олардың жалпы тарихымен және тұрлаулы мәдениетімен тығыз байланысты. Қазақ театр өнерінің тарихына көз жүгіртсек, ол театр ойын-сауық орны. Мұнда ойын-сауықтан басқа драмалық шығармалар, мәдени шаралар да өтеді. Қазақ театр өнері ежелден келе жатқан салт дәстүрлерімізге негізделген. Үйлену салты, шілдехана тойымен байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы да басқа дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы көріністері болған. Кейін халқымыздың талантты өнерпаздары шағын труппалар құрып, ел аралап, жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. Біздің тақырыбымыз театр, ұжымдық өнер болғандықтан, мына суретке назар аударыңдар. Бұл суретте Қазақ драма театрының алғашқы труппасы 1934 жылы құрылған. Бұл ресми труппа. Жалпы қазақ театрының тарихына келесі сабақта оқитын боламыз. Мынау кәдімгідей ресми алғашқы труппа. Труппа дегеніміз театр ұжымы. Енді біздің жаңағы екінші мақсатымыз осы жай сөйлемнің құрылымы, айтылу мақсатына қарай талдау болатын. Біз бүгін жақты және жақсыз сөйлемдер туралы мағлұмат аламыз. Жалпы жақты сөйлем дегеніміз бастаушы бар, жасырын тұрғанда да баяндаушы арқылы табуға болатын сөйлем. Мысалы, арада сүт пісірімдей уақыт өтеді. Кенет отқа көзі түсіп кеткен апақ таң қалып отыра кетеді. Қара тастар жалын шашып жанып жатыр. Бұл сөйлемдердің бәрінде де бастауыш қатысқан: уақыт, апақ, тастар. Бірінші сөйлемде арада сүт пісірімдей уақыт өтеді, баяндаушы өтеді. Өтетін не? Уақыт. Кенет отқа көзі түсіп кеткен апақ таң қалып отыра кетеді. Отыра кететін кім? Апақ. Қара тастар жалын шашып жанып жатыр. Жанып жатқан не? Тастар. Осы үш сөйлемнің ішінде де бастауышы бар, анық көрініп тұр. Кейде бастауыш айтылмай,
түсіп те қалады, бірақ оны баяндауыш арқылы оңай табуға болады. Дос жүрегіне сенеді. Басқаны ауызға да алдырмаймын. Бұл сөйлемдерді бастауыш айтылмағанмен, баяндаушына қарап, бірінші сөйлемде бастауыш ол, екінші сөйлемде мен деген жіктеу есімдігі екенін табуға болады. Ол дос жүрегіне сенеді. Бұл жерде дос жүрегіне сенетін кім? Ол немесе осы үшінші жақта тұрған ат болуы мүмкін. Самат, Айжан және басқасы. Басқаны ауызға да алдырмаймын. Бұл жерде мын деген жалғау, жіктік жалғау бірінші жақта тұр. Яғни ауызға да алдырмаймын деп. Кім айтады? Мен айтамын. Мен басқаны ауызға да алдырмаймын. Мен деген жіктеу есімдігі екенін табуға болады. Сонымен құрамында бастауышы қатысқан жай сөйлемнің түрін жақты сөйлем дейміз. Келесі, жақсыз сөйлем. Сөйлемдегі айтылар ой бастауыштан басқа сөйлем мүшелері арқылы берілетін жай сөйлемнің түрі. Жақсыз сөйлемнің бастауышы болмайды. Оның жоқ екені сол сөйлемнің баяндаушынан білінеді. Мысалы, Казиляға Сәкенмен бірге жүруге тура келді. Жақсыз сөйлемнің баяндаушы бірнеше жолмен жасалады. Барыс жалғаулы тұйық етістіктен кейін бол, тура кел деген көмекші сөздердің келуі арқылы бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға болады. ГГ, КК жұрнақтары қалау рай арқылы. Оның ештеңеге қарағысы келмейді. Атау я барыс теттік жалғаулы тұйық етістікке керек, қажет сөздері тіркесу арқылы. Енді бізге ауылдағы адамдардың көңіл күйін білу керек. Тәуелдік жалғаулы тұйық етістікке мүмкін, тиіс сөздері тіркесу арқылы біздің баруымыз керек. Тұрақты сөз тіркестерінен оның ішек сілесі қатты, мұртын балта шаппайды деген сөздер сияқты сөздерден жасалады. Енді тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Оқулықтың 156 бетінде. Алғашқы мақсатымызға оралып, естеріңе салып кетейін. Ол тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру болған. Енді осы мақсатқа жету үшін біз 156 беттегі бірінші тапсырманың А нұсқасына назар аударайық. Мәтінмен танысып, тезистік жоспар құрыңдар дейді. Бұл жердегі мәтінменен танысып, ең негізгі деп санайтын бөлімдеріне ат қоясыңдар. Тезистік жоспарды қайталайтын болсақ, мәтін бөлімдердің тақырыпшалары мен азат жолдардың негізгі мазмұнына қатысты атаулар қамтылады. Негізгі мазмұнына қатысты атаулар, яғни 2 немесе 3 маңызды деп санаған тақырыптарға қатысты жоспар құрасыңдар. Екінші тапсырма. Ол біздің екінші мақсатымыз жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Осы мақсатқа жету үшін біз мына тапсырманы орындаймыз. Ережеде көрсетілген үлгіге қарап, 3 жақты 5 жақсыз сөйлем құрастырыңдар. 157 бетте сендерге ережелер берілген ереже. Солардың ішінде жақты сөйлемге 3 мысал, жақсыз сөйлемге 5 мысал әдебиетте немесе басқа да ресурстардан құрастырып, немесе ойдан ауызша, ойдан жазып отырып құрастырасыңдар.
Екінші тапсырманың А нұсқасына назар аударыңдар. Онда сендерге үш тест сұрақтары. Үш тест берілген. Осыны орындайсыңдар. 1А, 2С деген сияқты жақсы сөйлемдерді табу. Және де үйге тапсырма. Осы екінші тапсырманың Ә нұсқасы. Жақсы сөйлемдердің жасалу жолын анықта. Мысалы, бірінші сөйлемді талдайын. Досанның тауға қайтадан барғысы келді. Бұл жерде баяндаушы барғысы келді. Қалау райынан жасалып тұр. ғы-г-қы-к. Осы үлгіде арғарата талдау жасайсыңдар.